Сәлем достар. Бүгін біз жай ғана кезекті блокбастер емес, өрмекші адамның тағдырын тасталқан етіп, оны мүлдем жаңа соқпаққа салатын «Өрмекші адам. Жаңа күн» фильмінің трейлерін талқылаймыз. Питер Паркердің өткені өшіріліп, болашағы тұманға айналған бұл шақта бізді не күтіп тұр? Бірақ талдауға көшпес бұрын баршаңызды бір мақтанышпен қуантқым келіп отыр. Біздің елдің жанкүйерлері үшін Marvel ерекше сый дайындаған сияқты. Ресми ақпарат бойынша Қазақстанда бұл фильмнің көрсетілімі 30 шілдеде басталады. Қателескен жоқсыз. Біз бұл туындыны бүкіл әлемнен, тіпті Голливудтың өзінен бір күн бұрын тамашалайтын боламыз. Бұл біздің кинопрокат үшін үлкен жетістік, әрі нағыз фанаттар үшін таптырмас мүмкіндік. Осы фильмнің трейлері шығатын уақытта да біздің елде нағыз детективті хикаяға айналды. Естеріңізде болса, отандық дистрибьютор трейлердің шығу күні ресми уақытының әлде қайда ерте жариялап жіберіп, кейін тез арада өшіріп тастаған болатын. Бұл кездесу қателік пе, әлде көрерменнің тамырын басып көру ме? Қалай болғанда да, сол қысқа уақыттың ішінде қазақстандық желі қолданушылары трейлерді асыға күте бастады. Міне, сол трейлерді енді қазақ және орыс тілінде ресми аудармамен тамашалап алдық. Доктор Стрэндждің сиқырынан кейін бәрі ұмытылды, бірақ біз ұмытқан жоқпыз. Бүгінгі шығарылымда Питер Паркердің жалғыздығы, Скорпионның оралуы, халықпен күтілетін аяусыз айқас және трейлерде жасырын қалған жұмбақ кейіпкерлер туралы ең тың деректерді айтатын боламын. Дайын болсаңыздар, жаңа күннің алғашқы сәулесіне бірге үңілейік. Доктор Стрэндждің қауіпті де құдіретті сиқыры өз дегеніне жетті. Қазіргі уақытта бүкіл адамзат Питер Паркер деген тұлғаны мүлдем ұмытып кетті. Бұл Питер үшін еркіндік пен ауыр қасіреттің ортасындағы нүкте. Бір жағынан өрмекші адам қайтадан ешкім танымайтын кейіпкерге айналып, Мистерионың әшкерелеуінен келген орасан зор зиянды толықтай жойды. Бірақ бұл таза парақ өте қымбатқа түсті. Кейіпкер өзінің барлық жақын адамдарымен байланысын үзді. Тіпті оның өмірінің мәні болған MJ мен арада қарым-қатынасы да күл талқан болды. Экранда Питер Паркер махаббатынан айырылып жалғыздықтың тауқыметін тартып жатса, шынайы өмірде Том Холланд Зендаямен махаббат хикаясын сәтті жалғастырып, тіпті үйлену тойына дайындық үстінде деген ақпараттар бар. Бұл кейіпкер мен актер тағдырының қызықты қарама-қайшылығы. Трейлерде Питер бұл ауыр таңдауды үлкен апаттың алдын алу үшін жасадым деп өзін жұбатқысы келеді. Алайда оқиғаның түп тамырына үңілсек, бұл катаклизмнің басты себепкері мәселені сиқырмен шешпек болған Паркердің өзі екені ақиқат. Бұл сюжеттік желі бізді комикстердегі атақты Brand New Day, яғни жаңа күн аркасына жетелейді. Комикс нұсқасында Питер Паркер Мэй тәтейдің өмірін сақтап қалу үшін Мефистомен келісімге отырып, өз құпиясын бүкіл әлемнің санасынан өшіріп тастайды. Соның салдарынан Мэри Джейн Уотсон оның адал жарынан жай ғана бейтаныс қызға айналып шыға келеді. Кино әлеміндегі өрмекші адамда осы канондық оқиғаларға параллель түрде дамып келеді. Дегенмен, Питер Паркердің жүрегі әлі де болса тыныш емес. Трейлерде оның бұрынғы сүйіктісін үнемі бақылап жүретіні анық байқалады. Бұл екі ғашықтың қайта қосылатынына үлкен ишара. Тіпті үйге жол жоқ фильмнің финалында MJ-ге бере алмай қалған сол бір маңызды хаты да әлі кейіпкердің қолында. Демек, оның айтылмаған сыры әлі алда. Трейлердегі Питер Паркер хатының толық мәтіні былай аударылады. Сәлем, менің атым Питер Паркер. Сен мені танымайсың, бірақ саған бір нәрсені айтуым керек. Бұл ақылға сыймайтын нәрсе болып көрінуі мүмкін, бірақ бұл ақиқат. Сенің маған сенетініңді білемін. Өйткені менің қашан өтірік айтып тұрғанымды сен жазбай танисың. Біз таныс едік, біз бірге болдық. Бірақ бүкіл әлемде өте жаман жағдай орын алуы мүмкін еді. Оны тоқтатудың жалғыз жолы барлық адамға мені ұмыттыру болды. Өйткені мен тек Питер Паркер ғана емеспін, мен сонымен қатар өрмекші адаммын. Кейде өрмекші адамға өте қиын таңдау жасауға тура келеді. Тіпті ол таңдау Питер Паркердің жүрегін ауыртып, тас-талқан етсе де. Мүмкін мен мұны саған ешқашан оқып бермеспін. Мүмкін мен мұны тек өзім үшін жазып жатқан болармын. Мүмкін осы ақиқатпен жалғыз өмір сүру менің мойныма жүктелген жауапкершілік шығар. Бірақ шындығында мен сені жақсы көремін. Және сенің жан дүниеңнің бір түкпірінде мені әлі де жақсы көретінің туралы естелік сақталды деп үміттенемін. Міне, осылайша біз Питер Паркердің қаншалықты жалғызсырап жүргенін сезінеміз. Бірақ Питер Паркердің өміріндегі қиындықтар тек жалғыздықпен шектелмейді.
Трейлер көрсеткендей 30-ға таяған мәңгілік студенттің басына сценаристер жаңа, тіпті үйір-үйірімен келетін зұлымдарды үйіп-төгіп берген. Ендеше осы жаңа қауіптер мен Питердің арсеналындағы өзгерістерге тоқталайық. Трейлердегі ең бірінші көз тартатын нәрсе Питердің жаңа спайдер-шутерлері, яғни өрмек атқыштары. Бір қызығы, олардың дизайны бұрынғыдай жоғарғы технологиялық емес, қарапайым есік құлтағышқа ұқсайды. Бұл Питердің қазіргі қаржылық жағдайының нашарлығын және барлық құрылғыларын өз қолымен, қолда бар заттардан құрастырып жатқанын көрсететін маңызды деталь. Көптен күткен Майкл Мендо сомдайтын Скорпион оралып жатыр. Егер біз оны қайта оралу фильмінде тек мойындағы татуировкасы арқылы танысақ, енді ол нағыз кибернетикалық костюмын киіп шығады. Комикс тарихына келсек, бұл кейіпкер алғаш рет The Amazing Spider-Man нөмір 20 санында пайда болған. Оның костюмы мен қабілеттері доктор Фарли Стивелдің эксперименттер арқылы пайда болды. Ал бұл жобаны қаржыландырған атақты Джей Джона Джеймсонның өзі. Кинодағы айырмашылыққа келсек, фильмде Скорпионның жабдықтары Массачусетс технологиялық институтында жасалған айтылады. Бұл Питердің MJ мен Неттің алдыңғы фильмде оқуға түсе алмай қалған оқу орны екені естеріңізде шығар. Және де бұл оқу орны трейлердің басында да айтылып кетеді. Трейлерде тағы бір қауіпті зұлым Тарантул көрінді. Оның трейлердегі көрінісі тікелей The Amazing Spider-Man нөмір 134 комиксінің мұқабасына сілтеме жасайды. Мигель Родригес Дельвадия республикасындағы бұрынғы революционер. Ол Бренд Корпорашн эксперименттеріне қатысып нағыз құбыжық өрмекшіге айналып кеткен. Қызықты дерек. Комикстерде Тарантул алғаш рет пайда болғанда оған тек өрмекші адам емес, каратель, яғни жазалаушы да қарсы тұрған. Ал жазалаушының бұл фильмде маңызды рөл атқаратыны қазірдің өзінде белгілі. Фредерик Мейерс немесе Бумеранг трейлердегі тағы бір кейіпкер. Ол бұрын кәсіби бейсболшы болған, бірақ кейін қылмыс әлеміне кетіп, Бумеранг лақап атын иеленген. Комикстерде ол тіпті бір уақытта Питер Паркермен бір пәтерде бірге тұрған, бірақ ол кезде көршісінің өрмекші адам екенін білмеген. Трейлердегі Бумеранг пен Тарантулдың жалпы үлкен фильмдегі сахналар қысқа болуы мүмкін. Бұл өрмекші адамның күнделікті қала тазалаудағы ерліктерін көрсету үшін жасалған десек те болады. Трейлердегі тағы бір жұмбақ деталь. Сыра баллондағы белгілер, олар Шакал кейіпкеріне ишара жасайды. Шакал комикстерде өрмекші адамның бірнеше рет клондарын жасаған басты тұлға. Егер фильмге клондар тақырыбы енсе, сюжет мүлдем басқа деңгейге көтерілмек. Бұдан бөлек Тумстоун, Мистер Негатив және Рамброн сияқты зұлымдардың да көрінуі күтілуде. Трейлердегі ең жұмбақ әрі жанкүйерлерді таңғалдырған тұс Питер Паркердің физиологиялық тұрғыдан өзгере бастауы. Бұл жолы біздің кейіпкер тек жаңа костюм киіп қана қоймайды, оның ішкі өрмекші табиғаты бақылаудан шығып бара жатқандай. Трейлерде Питердің өрнекті арнайы құрылғыларсыз тікелей білігінен шығара бастағанын байқауға болады. Бұл Сэм Рэйми түсірген және Тоби Магуайр сомдаған алғашқы трилогияға жасалған үлкен сілтеме. Комикстерде де Питер Паркер біраз уақыт бойы табиғи өрмекпен жүрген. Бұл оқиға комикстер сериясында сипатталған. Алайда комикс оқырмандары бұл идеяны онша ұната қоймағандықтан, кейінірек авторлар бұл қабілетті алып тастап, Питерді қайтадан механикалық веб-шутерлерге көшірген болатын. Бұл жолғы фильмде органикалық өрмектің пайда болуы мутацияның асқынуының алғашқы белгісі. Өз денесіндегі түсініксіз өзгерістерден қорыққан Питер көмек сұрап доктор Брюс Бэннерге барады. Кездесу Марвел әлеміндегі канондық оқу орны Empire State университетінің қабырғасында өтеді. Бұл жер кезінде Питердің өзі, Гвен Стейси және Гарри Осборн білім алған киелі мекен. Бэннердің өзі де тыныш емес. Трейлерде ол халықты басып тастау үшін арнайы құрылғы қолданатыны көрінеді. Алайда инсайдерлік ақпараттар бойынша біз бұл фильмде халықтың жаңа бір қырын, сор халықты немесе Джо Фикситті көруіміз мүмкін. Комикстерде өрмекші адам мен халық бірнеше рет шайқасқан. Мысалы, The Amazing Spider-Man нөмір 328 санында Питер халықты тіпті орбитаға дейін ұшырып жібере жаздаған. Бірақ ол кезде Питер капитан әлемнің ғарыштық энергиясына ие болған еді. Ал бұл фильмде ол халыққа тек өзінің мутацияланған күшімен ғана қарсы тұруға мәжбүр болуы әбден мүмкін. Трейлердегі ең қорқынышты деталь Питердің қызылға боялған немесе қараға боялған ба көздері және өрмекшілердің үш сатылы өмірлік циклі туралы әңгімелер. Бұл Паркердің біртіндеп
кәдімгідей өрмекші жәндікке айналып бара жатқанын меңзейді, дәл 90-шы жылдардағы мультсериалдағыдай. Комикс сілтемелеріне келсек, мұндай метаморфозалар комикстерде де болған. Six Arms Saga, яғни 6 қолды сага немесе The Amazing Spider-Man нөмір 437 санында Питер нағыз құбыжыққа айналған болатын. Трейлердің бір сахнасында монитордан Superior деген жазуды көруге болады. Бұл атақты Superior Spider-Man комикстеріне ишара. Онда Отто Октавиус Питер Паркердің денесін иемденіп, жетілдірген өрмекші адамға айналатын еді. Бұл фильмде бізді Питердің санасымен байланысты үлкен сюрприз күтіп тұрған сияқты. Трейлердегі ең үлкен тосын сыйлардың бірі Marvel'дың Netflix'тегі сериалдарынан кейіпкерлерімен ресми түрде кино әлемге кіргізу. Бұл сюжетке айтарлықтай әсер ететін кейіпкерлердің оралуы болмақ. Біз бұған дейін айтып өткендей, Фрэнк Касл, яғни жазалаушы, бұл жолы өрмекші адамның басты одақтасына айналуы мүмкін. Қауесеттерге қарағанда, Фрэнк халықпен шайқаста Damage Control ұйымының технологиялық құрылғыларын қолданады. Комикспен байланысқа келсек, өрмекші адам мен жазалаушының қарым-қатынасы әрқашан күрделі болған. The Amazing Spider-Man нөмір 129 санында Шакал Фрэнкті өрмекшіні жою үшін жалдаса, азаматтық соғыс кезінде каратель жараланған Питерді өлімнен құтқарып қалады. Трейлердегі оқиғалар желісі Netflix сериалдарының жанкүйерлеріне жақсы таныс медбике Клэр Темплдің экранға оралуын жол ашады. Трейлерде өрмекші адамға тұтқиылдан шабуыл жасайтын қол ұйымының қызыл ниндзялары байқалды. Бұл көрініс New Avengers нөмір 27 комиксінің мұқабасына өте ұқсас жасалған. Қызықты дерек, комикстердің бірінде бұл қылмыстық ұйымды карательдің өзі басқарған кездер болған. Трейлердегі ниндзялардың үйір-үйірімен жабылған сәті фильм жасаушыларының комикс мұқабаларын экранда тірілтуге деген құштарлығын көрсетеді. Трейлердің ең көп талқыланған тұсы жас актриса Сэди Синг немесе Сэнди Синг деген атпен жасырылған кейіпкер көрінетін сахналар. Ресми түрде ол жай ғана Сэнди деп аталғанымен, бүкіл интернет қазір оны Джин Грей, атақты X адамдарының бірі деп сеніммен айтуда. Неге бұлай? Келіңіздер, дәлелдерге үңілейік. Интернеттегі инсайдерлер мен Reddit қолданушыларының айтуынша, Marvel бұл рөлге тылсым құбылыстар жұлдызы Сэди Сингті кездейсоқ таңдаған жоқ. Оның сырт келбеті, қызыл шашы және драмалық рөлдердегі шеберлігі Джин Грейдің образына мінсіз келеді. Түсірілім алаңынан тараған суреттерде оның сары капюшон киіп жүргені байқалды. Бұл кездейсоқтық емес, бұл Джин Грейдің ең алғашқы комикстердегі Marvel Girl кезеңі сары жасыл костюміне жасалған тікелей сілтеме. Трейлерді мұқият қарасақ, жұмбақ қыздың Питердің пәтеріне кіріп келетін сәті бар. Бұл жерде қызық деталь. Бұл бөлмеде Питердің пәтердің ішіне тұтастай өрмекке толтырғанын көрдік. Фанаттар бұл көріністі атақты Marvel Team Up нөмір 4 комиксімен байланыстырады. Ол жерде өрмекші адам мен Джин Грей, ол кезде Marvel Girl алғаш рет кездескен болатын. Интернеттегі теорияларға сенсек, фильмде бұл кейіпкер Питерге өзінің мутациясын бақылауға көмектесетін телепат ретінде көрінуі мүмкін. Себебі Питер өзінің өрмекші сезімін бақылай алмай, санасы шатаса бастағанда оған тек Джин сияқты мықты менталист қана көмектесе алады. Трейлердегі кейбір кадрлар Джин Грейдің немесе Сэндидің өзгелердің санасының әсер ете алатынын меңзейді. Фанаттар арасында мынадай теория бар. Ол Damage Control ұйымының тұтқынынан құтылу үшін күзетшілердің ойын бұғаттап тастаған. Мына бір көріністе киімге қарасақ, дәл сол кейіпкер болуы керек. Әлбетте түрі бізге көрсетілмеген, бірақ бұл сол Сэндидің кейіпкері және сол осы Damage Control ұйымынан қашпақ болып, мына көріністе солардың саналарын басқарып қашып құтылуға тырысады. Тіпті ол Питердің санасындағы ұмытылған естеліктерді, яғни Доктор Стрэндж өшіріп тастаған Питер Паркер туралы ақпараттарды сезіп қоюы мүмкін. Кейбір қауесеттерге сенсек, дәл солай болады делінген, яғни Сэнди барлығын біледі және де кейбір кейіпкерлерге Питер Паркердің өрмекші адам екенін естеріне түсіретіндей жасауы мүмкін. Трейлердегі бұл қыздың рөлі жай ғана қысқа көрініс емес. Интернеттегі Deadline және The Cosmic Circus сияқты беделді басылымдар Сэди Сингтің кейіпкері алдағы үлкен жобаларды, атап айтқанда кек алушылар құпия соғыстар фильмінде басты рөлдердің бірін атқарады деп жазуда. Егер ол шынымен Джин Грей болса, онда біз экранда Феникс күшін көруге дайындала беруіміз керек. Бұл бүкіл галактиканы жойып жібере алатын құдірет. Желідегі пікірлер екіге жарылды. Бірінші топ, ол Питердің жаңа махаббаты болады, MJ-ді алмастырады деп есептейді. Екінші топ, ол Питерді бақылауға келген X адамдарының тыңшысы немесе мутацияны зерттейтін маман болады дейді.
еді. Қалай болғанда да оның Питердің өрмекке толы үйінде пайда болуы олардың арасындағы химияның өте тығыз болатынын білдіреді. Достар, бүгін біз Питер Паркердің өміріндегі ең ауыр әрі ең жұмбақ кезеңдердің біріне үңілдік. Көріп отырғанымыздай, бұл фильм бізге жай ғана кезекті блокбастер емес, өрмекші адамның тағдырын тасталған етіп, оны мүлдем жаңа соқпаққа салатын туынды болмақ. Біз Питердің жалғыздығын, Скорпион мен Тарантул сияқты жаңа зұлымдарды, оның денесіндегі қорқынышты мутацияны және Сэдди Синг сомдайтын жұмбақ кейіпкердің сырын талқыладық. Питер бәрін ұмыттырғанымен біз оның ерліктерін де, тартқан қасіретін де ұмытпаймыз. Оның хатындағы "мен сені жақсы көремін" деген сөздері әлі де біздің жүрегімізде. Бұл фильмде Питер тек сыртқы жаулармен ғана емес, өз ішіндегі бақылаудан шығып бара жатқан өрмекші табиғатымен де күресуі керек. Ең бастысы, естеріңізде болсын, біз бұл хикаяны бүкіл әлемнен, тіпті Голливудтың өзінен бір күн бұрын 30 шілдеде өз кинотеатрларымызда тамашалай аламыз. Бұл біздің елдің жанкүйерлері үшін нағыз сый әрі мақтаныш. Бүгінге бізде осы. Егер сізге бұл талдау ұнаса, лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Сіздің қолдауыңыз мен үшін өте маңызды. Төменге пікір қалдырыңыздар. Сіздің ойыңызша Сэдди Синг шынымен Джейн Грей ме, әлде бізді басқа тосын сый күтіп тұр ма? Сіздермен болған Киношоу кезі келесі кездескенше.